Сәлеметсің бе оқушым? Бүгінгі математика сабағында 66-шы сабақ, сабақтың тақырыбы қосу және азайту. Бүгінгі сабақта сен қосу және азайту амалдары компоненттерінің арасындағы байланысты табасың. Яғни бұл жаңа тақырып емес. Бүгінгі сабақта да біз өткен тақырыптан, өткен сабақтардан алған білімімізді пысықтайтын боламыз. Ендеше ең алғашқы бірінші тапсырмаға назар аудара қой. Суретке қара. Әрбір сан нені білдіретінін түсіндір. Бірінші санымыз, белгілі санымыз бұнда 30. 30 саны нені білдіреді? Бұл бірінші поездың саны. Мына поездың саны. Екінші белгілі санымыз ол 20. Яғни бұл екінші поездың саны. Бізде бірінші поездымыздың саны көк түспен берілген, міне 30 дейді. Екінші поездымыздың саны қызыл түспен берілген, ол 20 дейді. Енді мұндағы жасыл шаршы белгісіз. Енді ойланып көре ғой. Біз барлық поездың санын таба аламыз ба бұл жерде? Белгісіз, таба аламыз. Қалай табамыз? Ол үшін біз белгілі сандарды, яғни мына белгілі сандарды бір-біріне қосамыз. 30 поезға 20 поезді қосамыз. Қаншаға тең болады? 50-ге тең болады. Мысалдар төрттігін құрастыру үшін көріп тұрғаныңдай мұнда қосылғыштардың орны ауысып кеткен. Бірақ қосылғыштардың орны ауысқанмен біз мәнін өзгертпейміз. 20 мен 30-дың қосындысы 50-ге тең. Өткен сабақта біз айтқан болатынбыз, қосуды азайтумен тексереміз. Яғни шыққан саннан 50-ден қосылғыштарды ретімен азайтамыз. Алдымен 50-ден екінші қосылғышты азайтамыз. Нәтижесінде бірінші қосылғыш шықты. 50-ден 20-ны азайтсақ, мәні 30-ға тең. Шыққан сан 50-ден бірінші қосылғышты азайтсақ, екінші қосылғыш шығады. Өрнекті оқимыз. 50 мен 30-дың айырмасы 20-ға тең. Бұдан шығатын қорытынды тұжырым қандай? Өзіміз білетін қосуға және азайту амалына берілген өрнектер бар. Қосуды біз бір ғана тәсілмен тексереміз. Яғни қосуды біз азайтумен тексереміз. Шыққан саннан қосылғыштарды азайту арқылы тексереміз. Өткен сабақтан бері бұны айтып келе жатырмыз. Ал енді азайтуды қалай тексереміз? Азайтуды біз екі түрлі тәсілмен тексереміз. Міне оқулығында көріп тұрғандай екі түрлі тәсілмен тексереміз. Мысалға, берілген өрнекті қазір тексеріп көрейік. 50 мен 20-ның айырмасы 30-ға тең дейді. Міне осы өрнекті тексеру үшін біз бірінші тәсілмен тексеріп көрейік. Ол үшін біз мына айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. Сонда 20 мен 30-дың қосындысы 50-ге тең. Сонда азайғыш шығу керек. Міне бұл өзара кері амалдар болып тұр ғой. Ары қарай екінші бір тәсілі бұндағы азайғыштан, яғни азайғышымыз 50 ғой. Азайғыштан айырманың мәнін, яғни 30-ды кемітетін болсақ, 50-ден 30-ды азайтсақ, не шығады? Азайтқыш шығады. Қосуды біз тек қана азайтумен тексереміз, ал азайтуды біз екі түрлі тәсілмен тексереміз. Мен жаңа атап өттім. Түсінікті деп ойлаймын. Түсінікті болса, келесі тапсырмаға өтейік. Номер 2-ші тапсырма. Қараймыз. Берілгенде былай дейді. Қосынды мен айырма құрастыр. Олардың мәнін тап. Қалай тексеруге болатынын түсіндір дейді. Бұл жерде қарап отырсаң, бірінші қосылғышымыз белгілі 30, екінші қосылғышымыз белгілі 20. Бізде қосындының мәні белгісіз. Қосындының мәнін табу үшін біз екі қосылғышты бір-біріне қосамыз. 20 мен 30-дың қосындысы 50-ге тең. Белгісіз санды таптық. Енді оны қалай тексеруге болатынын түсіндір дейді. Оны тексеру үшін сен қосуды біз жаңа айттық. Азайтумен тексереміз дедік. Яғни бұл жерде біз бір ғана тәсілді пайдаланамыз. Шыққан саннан мұнда 50-ден алдымен бірінші қосылғышты азайтып аламыз. Одан кейін 50-ден екінші қосылғышты азайтып тексеруімізге болады. 50-ден 30-ды азайтсақ 20-ға тең, ал 50-ден 20-ны азайтсақ 30-ға тең. Міне тексердік. Дәл осылай сен екінші және үшінші қосындылардың мәнін тапсаң болады. Келесі азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Екінші кестеге назар аудара ғой. Бұл жерде азайғыштарымыз белгілі, азайтқыштарымыз белгілі, айырманың мәндері белгісіз. Айырманың мәнін тауып алу керекпіз. Ол үшін азайғыш 100 деп тұрса, 100-ден 80-ді азайтамыз.
100 бен 80-нің айырмасы 20-ға тең. Енді мен жаңа айтып кеткендей, азайтуды біз екі тәсілмен тексереміз дегенмін. Ережені еске түсіре отырып тексерейік. Ол үшін айырманың мәні мен азайтқышты қосып көрейік. Айырманың мәні 20, азайтқышымыз 80. 20 мен 80-нің қосындысы 100. Яғни бұл жерде дұрыс, азайғышымыз шығып тұр. Енді екінші бір тәсіліміз бұл азайғыштан, яғни 100-ден айырманың мәнін азайтып көреміз. 100-ден 20-ны азайтамыз, сонда 100 бен 20-ның айырмасы 80-ге тең. Бұл жерде азайтқышымыз шығып тұр. Міне азайтуды бірінші тәсіл, екі түрлі тәсілмен таптық. Дәл осылай қалған екеуін де өзің орындап көрсең болады. Үшінші тапсырмада бос орындарға тиісті сандарды атап қой дейді. Бұл жердегі әрбір өрнекте біз амал таңбасына назар аударамыз. Мұнда қосу берілген, мұнда қосу, азайту және азайту. Қосуды біз азайтумен тексереміз, азайтуды жаңағындай мен айтқандай екі түрлі тәсілмен тексереміз. Ал ендеше кеттік. Мұнда бірінші қосылғышымыз біздің белгісіз. Бірінші қосылғышты табу үшін біз азайту амалын қолданамыз. Шыққан саннан белгілі қосылғышты азайтамыз. 100 бен 40-тың айырмасы 60-ға тең. Сонда тексереміз. 60 бен 40-тың қосындысы 100-ге тең. Келесі, екінші өрнегімізде де бірінші қосылғышымыз белгісіз. Біз қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Себебі біз қосуды азайтумен тексереміз ғой. 80 бен 50-дің айырмасы 30-ға тең. Тексерейік. 30 бен 50-дің қосындысы 80-ге тең. Екіншіде азайтқышымыз белгісіз. Үшінші өрнекте азайтқышымыз белгісіз. Біз бұл жерде ережедегі екінші тәсілді қолданамыз. Яғни 90-нан 10-ды азайтамыз. Себебі азайғыш бұл ең үлкен сан болу керек. Азайтылатын сан ең үлкен сан болу керек. Азайтқыш одан үлкен болып кетпеу керек. Сол себепті біз 90-нан 10-ды азайтамыз. Мәні 80-ге тең. Тексереміз. 90 мен 80-нің айырмасы 10-ға тең. Төртінші өрнекте азайғышымыз белгісіз. Бұл жерде керісінше. Мұнда біз азайғышымыз үлкен сан шығу үшін белгілі екі санды қосамыз. 40 бен 50-дің қосындысы 90-ға тең. Тексереміз. 90 мен 40-тың айырмасы 50-ге тең. Міне осылай өзара кері амалдарды пайдаланып отырып, белгісіз сандарды табуға болады. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма, бұл логикалық тапсырма. Суретке қарай отырып, мұқият ойланып көрейік. Вагонға, поездың вагонына әжесі, міне әжесі, анасы, міне анасы, және немересі кірді, міне немересі. Олар 3 орынға қалай отыру мүмкін? Міне көріп отырғандай, олар 3 орынға жайғасқан. Осы орынның әр түрлі нұсқаларын көрсетеді. Біз бұл жерге әжесін, анасын, баласын үлкен әріптермен белгілеп көрсетейік. Әжесі, анасы және немересі. Яғни бірінші тәсілі олар дәл осылай отыруы мүмкін. Бірінші әжесі, екінші анасы, үшінші немересі отыруы мүмкін. Енді екінші тәсілінде біз бірінші мұнда әжесін отырғыздық қой. Енді біз бірінші анасын отырғызып көрейік. Анасы, немересі, сосын барып әжесі деп отырғызып көрейік. Анасы, немересі, әжесі. Үшінші тәсілінде енді әжесі бірінші болды, жаңа отырды. Анасы бірінші отырды. Кім бірінші отырған жоқ? Немересі бірінші отырған жоқ. Енді біз немересі, әжесі, анасы деп отырғызып көрейік. Немересі, әжесі, анасы. Сонда біз барлық мүмкін нұсқаларды қарастырдық. Яғни олар осындай әр түрлі нұсқада отыруы мүмкін. Бұл жерде біз алдымен олардың орналасу орнының бірінші нұсқасын жасап аламыз. Одан кейін бірінші кімді отырғызамыз, соған қарай әрі қарай орындай береміз. Мұнда бірінші әжесі отыр, мұнда анасы отыр, мұнда немересі отыр. Сонда барлық нұсқалар бір-біріне қайталанбайды. Олар әр түрлі нұсқада отыр. Бесінші тапсырма. Саяхатшылар пойыздың терезесінен мынадай көріністерді көрді. Әр жағдайда сағат қандай уақытты көрсетуі мүмкін? Бұл жерде әр оқушы өз ойы бойынша сағат тілін көрсетуі мүмкін. Мысалы, бірінші суретте күнге назар аударатын болсақ, күн енді ғана шығып келе жатыр. Екінші суретте күн тас төбеде тұр. Яғни ол қандай уақытты көрсетуі мүмкін? Бірінші суретте күн енді шығып келе жатса, ол қандай уақытты көрсетуі мүмкін? Ол таңғы уақытты көрсетуі мүмкін. Мысалға, таңғы уақыттағы кез келген уақытты
белгілейсің. Әрине күн шығатын уақытты белгілейсің бұл жерде. Екінші суретке назар аударсаң, күн тас төбеде тұр. Қай уақытта күн тас төбеде тұрады? Яғни тал түсте. Тал түсте күн тас төбеде тұрады. Ол қандай уақытты көрсетуі мүмкін? Соны мында белгілейсің. Және күн ұясына батып бара жатыр үшінші суретте. Қай уақытта күн ұясына батады? Кешкі уақытта. Мында біз кешкі уақыттағы сағат тілін көрсетеміз. Және төртінші суретте күн емес, ай тұр, аспанда жұлдыздар тұр. Бұл түнгі уақытты білдіреді. Яғни төртінші сағатқа сен түнгі уақыттағы сағат тілін көрсетесің. Міне бүгінге тапсырмалар осындай, барлығын жеткілікті түрде түсіндірдім деп ойлаймын. Келесі сабақта